Әбіш Кекілбаев, теңіз жағасындағы ой. Мекен етіп көкшіл теңіз, көкшіл аспан ортасын. Тұрмын басып, Құзартаудың қына басқан жартасын. Төменде мың еретіліп бұрқыраса көк толқын, төбемде шын шуақтайды күнге тосып арқасын. Теңіз, теңіз, теңіз неткен, теңіз неткен ашулы. Білмейді екен бұл жалғанда ол ашуын бір басуды. Көкжал толқын айбат шегіп мездесе жағаны. Жалына кеп жартастардың күс-күс қолы ашылды. Төбемде шын бойың ылғи өрлек бандық билеген, әлгі айбатты ақ толқынды теңізге бас емеген. Күн ғана оны еміреніп маңдайынан сүйеді. Екеуінің ортасында тұрмын ан-тан күйдемен. Уа табиғат, өзің неткен құпияна беріксің. Өрлігіне, көрігіне, бар сырына жерікпін. Тауынның да, дауылдың да, теңіздің де сырымын. Мен ғана тек бұл өмірге құпиясыз келіппін. Толқыным жоқ, теңіз болып тулар едім тағатсыз. Қыран болып қалықтар ем, жаратыпсың қанатсыз. Тоғызыпсың дүниеге бірақ құлаш бой беріп. Болар едім асқар таудың төсіндегі абат күз. О табиғат, жараттың ба адам дәлде күңкілдеп, жер бетінде бос қыбырлап, тірлік етіп жүрсін деп. Әлде теңіз айбаты мен асқар таудың өрлігін өзі көріп, өзі үйреніп, сондай бола білсін деп.